Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен бірге торттың диаметрін үлкейтіп кішірейтетін боламыз. Өте оңай. Бұл не үшін керек десеңіз, интернетте 20 диаметрлік торттың рецептісі берілген жағдайда сіз үй ішіңізге немесе заказға 24 диаметрлік торт жасайтын болсаңыздар, қанша зат қосатыныңызды дәл осылай есептеп ала аласыздар. Ол үшін 20 көбейту 20 және 24 көбейту 24 деп есептеп аламыз. Екеуін осылай көбейтіп аламыз. 20 көбейту 20 400 шықты. 24 көбейту 24 576 шықты. Енді 576-ны 400-ге бөлеміз. Бірде 44 шығады. Барлық рецептте, оригинал рецепттерде жасалатын заттар граммен есептеледі. Сол грамдарын жазып аламыз. Мысалы, 20 диаметрлік тортта қант 150 грамм қосатын болса, 150 грамм қант көбейту 1-де 44. 150 грамм ұн қосатын болса, 1-де 44. Дәл осылай. Жұмыртқа қосатын болсаңыз, S0 категориялы жұмыртқа 50-55 грамм мөлшерінде болады. Оны да дәл осылай есептеп аласыздар. Мысалға, рецептте 5 жұмыртқа көрсетілген болса, 250 грамм мөлшерінде болады. S0 категориялы жұмыртқа 50-55 грамм болады деп айтып кеттік. Оны да дәл осылай көбейтіп, қанша кететінін есептеп аламыз. 150 граммды 1-де 44-ке көбейткен жағдайда 216 шығады. Яғни 20 диаметрлік торттан 24 диаметрлік торт жасау үшін 216 грамм қант, 216 грамм ұн қосасыздар. Енді керісінше, мысалға 20 диаметрлік торт тұр, сіз 16 диаметрлік кішірек торт пісіргіңіз келеді. Ол кезде де дәл осылай есептеп аламыз. 20 көбейту 20 400 шығады. 16 көбейту 16 256. Енді осы 256-ны 400-ге бөлеміз. 256-ны 400-ге бөлеміз. 0,64 шығады. Енді рецептте, мысалға, 150 грамм қант қосады деп тұрса, 20 граммдық рецептте соны есептеп аламыз. Қант 150 грамм, ұн 150 грамм жазып аламыз. Көбейтеміз 0,64-ке. Барлық рецепттегі заттарды осылай 0,64-ке көбейтіп, 16 диаметрлік торттың рецептісін шығарамыз. 150-ді 0,64-ке көбейткен кезде бізде 96 шықты. 16 диаметрлік торт жасау үшін 96 грамм қант, 96 грамм ұн қосасыздар. Пайдалы болса, лайк баса кетіңіздер. Сау болыңыздар.